Павловской области. У нас в гостях сегодня руководитель регионального управления цифровых технологий Ахмат Шуайшин. Қайырлы күн, құрметті өңірлік баспасөз құралдарының өкілдері. Павлодар облысының ауылды елді мекендерімен ұялы байланыспен және интернет желісіне қолжетімділігін қамтамасыз ету туралы ақпаратпен өздеріңізді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Павлодар облысында өздеріңізге мәлім 352 ауылды елді мекендер бар және 3 қала. Қазіргі уақытта ұялы байланысқа қолжетімділік 352 ауылдың 342-сінде бар. Өңірдің 10 ауылында байланыс мүлдем жоқ. Бұл орайда өздеріңізге мәлім мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолжетімді интернет деген ұлттық жобасы бар. Осы жоба аясында тиісті жұмыстар жүргізілуде. 2019-2024 жылдары жалпы біздің облысымыздың 20 елді мекенінде ұялы байланыспен қамтамасыз етілді. Бүгінгі таңда жалпы көрсеткіш 97-1-ді құрайды. Алайда өздеріңізге мәлім, көптеген біздің тұрғындардан осы ұялы байланысқа және интернет желісіне қосылу мәселесі бойынша жалпы оның жаңағы сапасы туралы шағымдар көп түсіп жатыр. Олар бойынша біз тиісті операторлармен жұмыс жүргізудеміз. Интернет бойынша 352 ауылдың 343-інде осындай жалпы мобильдік интернетпен қамтамасыз етілген. Бүгінгі таңда көптеген бізде шағымдар түсетін бұл Баянауыл ауданы. Бұл жерде бір мәселе жалпы жаңағы осы Баянауыл ауданының географиялық тұрғыдан алғандағы оның да өзінің бір әсер тигізеді. Өйткені таулы жер, өздеріңіз ойпаңды жерлер көп. Сондықтан да бұл жұмыстар іске асуда. Жалпы барымызға мәлім, жаңа айттым, президентіміздің қойған жаңағы алдымызда тапсырмасы бар. Барлық елді мекендерді осы мобильдік байланыспен және мобильдік интернетпен қамтамасыз ету бойынша. Во исполнение поручения главы государства в рамках национального проекта «Доступный интернет» правительством разработана дорожная карта. В рамках этой карты проводится соответствующая работа. Основной целью данного проекта является обеспечение населения сельских пунктов доступным и качественным интернетом. В рамках данного национального проекта планируется строительство волоконной оптической линии связи, это ВОЛС, что позволит обеспечить села с малочисленным населением высокоскоростным проводным интернетом. Всем известно, что на сегодняшний день операторы сотовой связи не идут те малые населенные пункты и не устанавливают свои станции. У них, соответственно, на сегодняшний день действует у нас программа 250+. Они ссылаются на то, что население, количество населения, там, проживающих в данном или населенном пункте, не соответствует к программе. В рамках национального проекта «Доступный интернет» строительство ВОЛС планируется 214 населенных пунктов. В 2025 году, то есть на следующий год, 83 СНП, в 2026 году 90 СНП и 2027 41 сел. По итогам проведенных работ планируется достичь охвата населенных пунктов высокоскоростным интернетом к 2027 году 99%. Это наша цель, над которой мы на сегодняшний день работаем. Также в рамках национального проекта министерством разработана дорожная карта, включающая лицензионные обязательства операторов сотовой связи Билайн и Теле2, обеспечение мобильным интернетом села с населением более 250 человек на 2024-2025 годы. У нас по области это 21 село. Билайн это 15 населенных пунктов и 6 Теле2. В 2024 году были запущены базовые станции в селе Жамбыл района Акулла, Луговое Иртышского района. Также до конца текущего года планируется запуск базовой станции в сельской зоне города Аксуэт Айнаколь, Баянауыльский район Ушкулун,
Павлодарский район Караголь, Успенский, Богатырь. И по оставшимся населенным пунктам планируется завершение работы во втором квартале 2025 года. Также у нас есть проблемы в целом на дорогах как республиканского, так и областного значения. В рамках национального проекта «Доступный интернет» мы планируем в 2025 году построить 12 антенно-маточных сооружений вдоль трассы Астана-Павлодар в сторону, значит, Павлодар-Караганда и Павлодар-Өскемен и Российскую Федерацию. То есть это охватывается у нас Баянауильский район, будет установлен АМС, в Майском районе 1 АМС, в городе Екибастуй, то есть на республиканской трассе Астана-Павлодар 2 АМС, в Железинке 1 АМС и Теренколе 2 АМС. Акула 3 АМС будет установлен в 2025 году. На сегодняшний день мы разработали совместно с акимами городов и районов из 12 АМС ПС разработан по 4. 8 находится в работе, и финансирование будет из республиканского бюджета. По 4 готовым проектам мы направили бюджетные заявки министерства для выделения средств из республиканского бюджета. Таким образом, мы полагаем, что все дороги республиканского значения, где есть у нас проблемы с сотовой связью, решится. Также в рамках доступного интернета мы все прекрасно понимаем, что есть у нас населенные пункты, в том числе малочисленные населенные пункты, где в учреждениях образования скорость интернета не соответствует. То есть в сельской местности скорость интернета в учреждениях образования должно быть не менее 20 мегабит в секунду. В текущем году мы в рамках проекта «Доступный интернет» в 33 школах области устанавливали оборудование Starlink. Это низкоорбитальная спутниковая связь. Бүгінгі таңда жаңа айттым 33 мектептің барлығына осындай қондырғы құрылған болатында. Бір ғана бізде мәселе ашық қалды, бұл Успенка ауданындағы Қаратай ауылы. Неге десеңіздер, бұл жаңа Starlink байланысы, бұл Америка құрама штаттарының жаңағы спутнигінде. Сондықтан осы жаңағы кәсіпорынның талабына сәйкес бұлар Қытай және Ресей шекарасында тұрған елді мекендердегі мектептерге қойылмайды. Сондықтан бізде Успенка ауданында Қаратай ауылына біз қоя алмадық. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бүгінгі таңда геосаяси жағдайда осыған байланысты жаңа бұл қондырғыны біз министрлікпен келісе отыра Баянауыл ауданындағы жаңағы ауылға қойып жатырмыз, Шөптөгөл ауылына. Және осы биылғы жылы бізде Ақтоғай ауданының бір мектебі жабылып қалды. Оның қондырғысын біз Аққулы ауданындағы мектепке қойып жатырмыз. Жалпы құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, менің баяндамам аяқталды. Егер сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Рахмет, әріптесіміз Сұлтан Сейсенбек. Осы жаңа 10 елді мекенде интернеттік қисын, сол ауылдарда қанша халық тұрады деген оқушылардың саны қанша? Бұл орайда жаңағы біздегі өкінішке орай осы 10 ауыл деп айттым ғой, мүлдем байланыс жоқ. Ондай ауылдар бар, бізде ондағы халықтардың саны жаңағы 35-тен 100-ге дейін ғана. Осындай күшті ауылдар бар. Әрине, барлық елді мекендерде бізде мына байланыс, мобильдікті байланыс пен интернеттің сапасы жоғары деп айта алмаймыз. Түсіп жатқан шағымдар көп. Биыл білесіздер, мына шілде айында байланыс, Қазақстан Республикасының байланыс заңнамасына өзгерістер енгізілді. Бұған дейін бірінші қыркүйекке дейін, ағымдағы жылдың
Бізде облысымызда байланыс инспекциясы болған, жаңа тікелей министрлікке қарайтын. Бұл жаңағы инспекция жабылды. Оның құзыреттілігі ағымдағы жылдың 15 шілдесінен бастап жергілікті атқарушы органдарға, яғни бізге берілді. Алайда бүгінгі күні мына байланыс туралы заңға өзгеріс енгізілгенімен әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне өзгеріс енгізілген жоқ. Оны біз күтіп отырмыз. Осы жылдың соңына дейін қабылдану керек. Сондықтан да біз 1 қаңтардан бастап, егер де шағым түсетін болса, жаңа тиісті тексеру жұмыстарын жүргізіп, және әкімшілік жаңағы шаралар қолдану біздің қазіргі уақытта құзыретімізге еніп жатыр. Сұрақ қосымша. 10 ауылдағы оқушылар бізде енді қысқы күндері онлайн оқуға көшетін жағдайлар болады. 10 ауылдың оқушылары онлайн кезінде ешқандай білімсіз қалады ма? Бүгінгі өкінішке орай жаңағы сіздің сұрағыңызға осы 10 елді мекендегі оқушылардың саны туралы мен ақпаратын өкінішке орай жоқ менде. Біз оны жаңағы білім басқармасын тікелей хабарласып, аудандардың білім бөлімдерінің содан кейін біз сізге жекеше ақпарат береміз сол бойынша. Қандай ауылдар қай ауданда? Қазір мен сіздерге айтып өтейін. Бұл Екібастұз қаласындағы Ақши ауылы 35 адам, Қаражар ауылы 78 адам, Көксейір ауылы 111 адам, Мыңтамыр ауылы 120 адам, Ақтоғай ауданы Балтасап ауылы 208 адам, Қарасу Балтасап ауылы бойынша бүгінгі таңда олар АМС құрды. Ол бойынша біз Билайн жаңағы операторымен осы қондырғыны қою бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Біздің жаңағы келісім бойынша бірінші жаршылықты, яғни бүгінгі таңда білесіздер аяз түсіп кетті. Сондықтан да осы жылу түскен кезде, жылу уақыты мерзімі, осыны құру туралы біз келісім сөз жүргізіп жатырмыз. Арманғарай Қарасу ауылы 84 адам, Қарабұзау ауылы 49 адам, Баян ауданы бойынша Біржанкөл 52, Аққуыл ауданында Шоқтал ауылы 131 адам, Ертіс ауданында Қызылқақ ауылы 251 адам. Балтасапта мектеп бар, Қызылқақта мектеп бар? Иә, мектепте бар. Ол мектептерде жаңағы біз айтып жатқанымыз бұл мобильдік байланыс бойынша. Мобильдік байланыс бойынша. Мектептердің бүгінгі таңда барлық мектептерде жаңағы интернетпен қамтамасыз етілген. Кеше ғана бізде жаңағы шағым түсті. Железин ауданы, да? Да. Оның мәселесі кеше біз шештік. Яғни бүгінгі күні барлық елді мекендердегі талап бойынша интернеттің жаңағы жылдамдығы 20 мегабиттен кем болмау керек. Білесіздер, биылғы жылдан бастап бізде жалпы облыс бойынша мына байланыс қызметін сатып алу бұл бүгінгі таңда біріктірілген біздің басқарма арқылы іске асырылады. Біз жаңағы осы байланыс қызметін сатып алу бойынша конкурс жарияладық. Осы аптада оған біз өзіміздің талаптарымызды көрсеттік. Онымен басқа біз келесі жылға мен өткен аптада өткен аппараттық мәжілісте Асайын Қуандықұлына баяндаған болатында, біз бүгінгі күні қалай, бәріміз білеміз, бұл мына байланыс операторлары, бізде Қазақтелеком болсын, Зебра бар да, индустрия связи дейді, олардың барлығы бізде жаңа сымдық байланыс айтып жатыр. Олар екіге бөлінеді, да, біреуі мобильдік байланыс және сымдық байланыс. Осы сымдық байланыстар бойынша мектептер көптеген мекемелер бар, кәсіпорындар бар. Олардың мына бүгінгі таңда интернеттің біз жаңағы жылдамдығын білмейміз қанша екен. Конкурс жарияладық. Қалалардың мектептеріне 100 мегабиттен кем болмау керек. Аудан орталықтарында мектептерде 50 мегабит, және елді мекендерде 20 мегабит. Бірақта нақты қанша жылдамдықтың біз білмейміз. Сондықтан да біз келесі жылы, 25 жылы осы жұмысты жүргізіп жатырмыз. Біз арнайы қондырғы қоямыз, осы интернеттің жаңағы жылдамдығын қарап отыратын бойынша. Біз конкурстық құжаттамаға оны енгіздік биыл бірінші рет. Егер де осы біздің конкурс құжаттамасында көрсетілген жылдамдық кем болатын болса,
біз яғни оның ақшасын төмендетеміз. То есть со следующего года мы будем реализовывать проект, это по мониторингу скорости интернета. Всем известно, что, к сожалению, у нас операторы связи, это проводные связи, которые проведены у нас во всех государственных органах и учреждениях, есть нарекания, есть замечания в части скорости интернета. Мы не знаем, какой скорость заходит у нас, какая скорость заходит в то или иное заведение или здание. В этих целях мы со следующего года будем реализовывать проект по мониторингу скорости. Если скорость интернета не будет соответствовать тех спецификациям, то есть мы будем или не будем платить, или будем уменьшать оплату, ежемесячную оплату. Как у нас же есть вот борьба с кровососущими, да, там указано не менее 80% эффекта. Если такого эффекта не будет, также мы будем таким образом поднять ответственность всех операторов связи. Бұл жерде бізде екі түрлі қондырғы болады. Біреу антенна дейді ғой, 45 метрлік, екіншісі 60 метрлік. Екібастұз аумағында сондай екі жаңағы қондырғы қойылады. Біреу 45 метр, біреу 60 метр. 45 метр бойынша жаңағы жобалық сметалық құжаттама әзірленді, республикаға жіберілді. Әрине оның жаңағы құны өте жоғары. Неге десеңіздер, айдалада тұрған жаңағы осындай қондырғыға электр желісін міндетті түрде тарту керек. Бұл орайда электр желісін тарту жаңағы осы кез келген осындай жобаның ең көп бөлігін осы электр желісі алып қойып жатыр. Оның барлығы республикалық бюджеттің болады. Астана жаңағы Павлодар несінде жолында екеу қоямыз біз. Онымен қосымша біз 25-26 жылдары 9 осындай қондырғыны Астана Павлодар жаңағы автожолына қоятын боламыз. Стас, пожалуйста. Да, вот по населенным пунктам более-менее понятная ситуация. А как ситуация в национальном парке Баянаульском и Рисобана? Там тоже говорят, что постоянно перебои с сетью. Будут ли какие-то ставить вышки? Есть какое-то понимание, как развивать сотовую связь и интернет именно в отдаленных местах, то есть природных именно? На сегодняшний день у нас есть обязательства, есть дорожная карта, разработанная нашим министерством отраслевым. И согласно этого договора, то есть операторы связи, они обязаны проводить свою работу, то есть у них есть обязательства подписаны, и по развитию, в том числе сети. К сожалению, на сегодняшний день у нас в Павлодарской области хорошо развита у нас мобильная связь Билайн, Теле2. Кисел у нас в основном присутствуют они на юге и на западе нашей страны. Теле2, вы знаете, да, Теле2 и Кисел это у одного учредителя находится. Поэтому очень много вопросов есть у нас по Теле2. Вот, очень много. Если Билайн и Актив Кисел в целом, да, мы с ними буквально поступает обращение, мы выходим на них, и они оперативно принимают решение по решению этих вопросов. Но в этом плане немного другие обстоятельства у нас с Теле2. Но я так думаю, с 1 января как бы карты перейдут в наши руки, потому что у нас будет такое полномочие по проверке, по организации проверки, как я уже сказал, с 1 сентября были упразднены все инспекции территориальной связи, и это полномочия переданы нам. Мы сейчас ожидаем изменений, то есть дополнения административный кодекс в части наложения административных штрафов на операторов мобильной связи. Есть у нас вопрос по Баянаулу. Да, также мы в Баянауле в этом 2025 году будет установлен один АМС, то есть одну станцию мы установим. Туда зайдут Билайн. Соответственно, Билайн у нас хорошо развивается. И также у Билайна есть в целом значит, планы по проведению связи именно на курортной зоне Жасыбай. Я уже говорю, из-за рельефа географической местности есть проблемы у нас в Баянауылском районе. Я вот работая в Майском районе, установили мы
такую станцию в селе Ахшиман. Это единственное село было, где не было интернета. Мобильная связь была, а интернета не было. И нам пришлось вышку установить прямо на горах, чтобы какой-то получить. Где-то месяц 3 проводили обследования, чтобы найти сквозные пространства для получения этой связи. Но у нас это получилось. На сегодняшний день стабильно, можно сказать, в Майском районе стабильный интернет и связь. Это в Ахшимане всегда 4G. И еще один вопрос. Скажите более подробно про практику использования интернета Starlink. В каких случаях он используется, какую сумму тратит на него в год и вообще почему именно взяли его использовать? Потому что наши провайдеры ему уступают? Дело в том, что это низкоорбитальная связь. Так, это Илон Маск, вы знаете. Starlink у нас используется только в учреждениях образования. Только учреждения. На сегодняшний день, к сожалению, эта связь не имеет информбезопасности. Да. Поэтому со следующего года, скорее всего, это был пилотный проект, со следующего года зайдут OnWeb, другая связь. Правда, OnWeb, она дороже намного, но тем не менее они обеспечены сертификатом безопасности. Starlink, я уже сказал, 33 школы у нас в этом году мы установили. Только Каратай осталось. Буквально 2 декабря Министерство просвещения издало приказ и разрешили, чтобы мы переустановили это оборудование, потому что у каждого оборудования есть свой код и координаты, их нужно перешивать. Соответственно, мы это перешили в школу Байновского района, и в Ахтубайском районе одна школа была ликвидирована в текущем году. Мы это оборудование переставили в Акулы, тоже по согласованию с управлением образования. Мы на сегодняшний день по Starlink платим 279 тысяч тенге за одну точку в месяц. Программа это областная или республиканская? Это республиканская программа. А финансирование областное? Не понял. Финансирование областное? Финансирование областное. Спасибо. Но там, я скажу, допустим, в Ахшимане не менее 50, это, ну, скажем так, один из отдаленных, да, не менее 50 мегабит в секунду показывает, как в районных центрах. Интернет там, скорость интернета бешеная. Но подключается только одно учреждение, школа. Да, поступает к нам также просьбы от местных исполнительных органов, да, акиматов, там, ветеринарии есть, есть объекты здравоохранения, чтобы подключиться, но, к сожалению, мы не можем подключить. Это предназначено именно для доведения или проведения интернета, высокоскоростных интернетов для учреждений образования. Только школа, да? Только школы подключены. Саня. Бұл ауылдардағы жаңа мен айтам мобильдік интернет бойынша. Мобильный байланыс пен интернет. Ұялы байланыс жоқ. Ұялы байланыс. Иә, екеуі де жоқ. Сонда, мысалы, осы екі нені орнату үшін не істеу керек, халық саны қанша болу керек? Бұл орайда, да, жаңа ұлттық жоба бар. Бұл жобаға сәйкес кез келген елді мекендерге жаңа байланыс операторы кіру үшін онда халықтың тұрақты халықтың саны 250-ден кем болмау керек. Көптеген бізде жаңағы байланыс операторлары соны сылтаулатып 250 адам жоқ, бізге бұл жаңағы нені көтере алмаймыз біз деген сияқты да түсетін қаржы жаңа біздің қойған қондырғы, ол қондырғының жағына қойып қоймайды ғой, оны содан кейін ылғи қарап отыру керек. Сондықтан бізде жаңағы сол жобаға байланысты олар жаңағы сылтаулатып қойғылары келмейді. Енді осы мәселе қалай шешіледі? Осы мәселені енді білесіздер да, кезінде мысалы ауызсу бағдарламасы болды ғой, онда болды 1000 болды, содан кейін 500-ге түсірді, содан кейін 200-ге түсірді, қазір 100-150 адам. Мен ойымша осы алдымыздағы 1-2 жылда жаңағы осы жаңағы шектеулік 250 адам деген алыну керек менің ойымша.
сол егер алынатын болса, әрине біз онда кез келген байланыс операторларын оны міндеттейміз. Бүгін таңда біз міндеттей алмай отырмыз. Алайда біз барлық елді мекендер, бұл орайда көрдіңіздер ме қандай мәселе бар? Бұл жердегі мына нені базалық станцияны қою үшін антеннаны жергілікті атқарушы органдар өздері қою керек. Кейбір жағдайлары бар, мысалы Ақтоғай ауданында да жаңағы қойылды осындай қондырғы, бірақ та не құрылды антенна. Антеннаны қойған кезде жаңа жергілікті атқарушы органдар алдын ала сөйлесу керек қой, да, келісу керек. Қандай оператор кіреді? Көбінесе жаңа айтып отырмын, бізде ыңғайлы жұмыс жасап жатқан бұл Билайн. Билайн өзінің жаңа аумағын кеңейтіп жатыр. Бұл жақсы нәрсе. Бірақ та осы кісілермен, жаңа оператормен келісу керек. Қай жерге қою керек қондырғыны. Кейбір уақытта ыңғайлы деп, мысалы, шетке қойып жатқан жағдайлары бар. Кейбіреулер, мысалы, бір жағдай бар, бізде Ақтоғай ауданы Басқамыс, да, Басқамыс ауылында мектептің жанына қойған. Санитарлық жаңағы талаптарға сәйкес мектептің жанына ондай қондырғыны қойдыртпайды. Өздері құрып қойды ол нені жаңа антеннаны, енді оны көшіру керек. Өйткені оны жаңағы санитарлық эпидемиологиялық құзыретті органдар оған жаңағы не бермейді, рұқсат. Сондай жағдайлар бар. Сосын қанша мектепте интернеттің жылдамдығы әлде? Бүгінгі таңда 86 мектеп облыс бойынша. Барлық аудандарда бар. Барлық аудандарда бар. Жаңа айтып жатырмыз, биыл біз 33 мектепті жаптық. 33 мектепті, оның ішінде, мысалы, Қаратайға біз Starlinkті қоя алмадық, бірақ та сол жердегі қызмет көрсетіп отырған бізде байланыс операторымен келісіп 20 мегабитке дейін. Бұл жерде не деген бар? Радиокөпірлер бар. Сол радиокөпірлерді қойып отырып, жаңағы ол өзінің жылдамдығын күшейтті. Жалпы облыс бойынша 86 мектепте осы жылдамдықты қалпына келтіру жұмыстары келесі жылы жүргізіледі. Облыс әкімі тапсырма берді, келесі жылы толық осы жұмысты аяқтау туралы. Келесі оқу жылының басына дейін біз ол жұмысты бітіруіміз керек. Тапсырма болды, бірінші қыркүйекке дейін барлық 33 мектепті қосу туралы. Біз 32-сін қостық, біреуіне қоса алмадық, өйткені жаңа айтып отырмын да, ол жаңағы шекарада тұрған Қаратай, мына Ресей Федерациясының шекарасын 7 шақырым ба сондай қашықтықта. Оны жаңа спутник бермейді оны. Жаңа соның сәулесін қипсайды. Өйткені шекаралас тұрған Ресеймен. Жаңа айтым, геосаяси жағдайға байланысты. Келесі жылы 86 мектепті біз жабуымыз керек. Сосын сіз айтыңыз, ойы Starlink соның қауіпсіз емес па сонда? Жоқ, бұл қалай, мына жерде бізде не деген бар? Жалпы мектептерде кез келген мемлекеттік органдарда берілетін интернеттің өзінің бір шлюзі бар. Жалпы ортақ шлюз бар. Ол мектепті мына сіздің компьютеріңіз қосылса, сол интернетке керек жоқ сайттарға кіре алмайсыз. Түсініңіздер, да? Мысалы, кино көре алмайсыз. Басқа да бір өзіңді қызықтыратын сайттарға кіре алмайсыз. Ол жерде жаңағы осындай шектеулік тұр. Мына Starlinkте ондай жоқ. Мәселе сонда. Ол жаңа көп айтады ғой, мына не қалай да, жеке өзінің бір нелері кетіп қалады деп. То есть личные данные, да? Нет, не в этих рамках. Потому что есть доступ каждого ребенка, каждого пользователя зайти в любой сайт, в том числе запрещенный. В этом только загвоздка. Рахмет. Там сұрақтар сәбилу. Вы просто откажетесь от Starlink, да? Они это оборудование с собой забирают? Что такое, да? Нет, это Starlink это был куплен уже. Да, это оборудование у нас через министерство, через комитет идет это. Да. Соответственно, значит, оборудование были приобретены, нам установлены. Мы платим только абонентские услуги. Нет, это пилотный проект. Дальше имеется в виду устанавливать другие школы. Продолжения этого проекта не будет. Ну, вы говорите, что он небезопасен для этих 33 школ. Нет, на сегодняшний день идет работа. Это министерство проводит работу, соответственно, чтобы ограничить доступ запрещенным, в том в целом некоторым интернет-ресурсам. Бізде мына шекаралас аймақтағы ауылдардың бәрі Ресейдің интернетімен отыр ғой, соларды да жаңағы осы біздің
интернеті бар, мобильді интернеті бар, есепке кірген жоқ па жаңағы? Жоқ. Ол кірген жоқ бізге. Железинка, Успенин аудандары, шекаралық, оларды ауылдар Ресейге жақын орналасқандар ол жерде. Жоқ, мен дәл өз басым жаңағы біздің осы шекаралас елді мекендерде тұрып жатқан азаматтардың Ресейдің осындай байланыс операторларын қолданып отыр деген менде ақпарат жоқ. Мұндай ақпарат жоқ. Кейбір жағдайда қолданылатын шығар, ана ары-бері жүріп жүрген кезде, да, бірақ та өздеріңіз білесіз, кез келген телефонды байланыс алсаңыз, роуминг қосылады. А роуминг өздеріңізге белгілі, оның тарифі үлкен. Сондықтан бірде-бір Қазақстан азаматы мына шекаралас жерде тұрып отырып, роуминг қоспайды. Қала ішіндегі автобустардың үстіне жаңағы мобильді байланыс орнатылады. Бұл туралы өткен аппараттық мәжілісте Асайын Қуандықұлы бізге тапсырма берді. Жаңағы қалалардың әкімдеріне біз бірлесіп отырып жұмыс жасаймыз. Жаңа автобус осы кәсіпорындарына осы жаңа шыққан автобустарда ішінде Wi-Fi бар. Ол қондырылған. Жалпы біз келесі жылы осы қаладағы қоғамдық Wi-Fi-ді қосамыз. Бұл ертіс жағалауын толығымен алады. Толығымен біз қосамыз оларды. Жалпы облыс мына қаланың орталығы бойынша осындай 17 жаңағы жер, соның ішінде нысан белгіленген. Аэропорт бар, оның ішінде автовокзалдар бар, осыларды біз қосамыз. Және мына ертіс жағалауы, ертіс променад барлығы қосылады. Бұл жерде қалай, бұның екі мәселесі бар. Біріншісі жаңағы тұрғындар тиісті тегін Wi-Fi жаңа қосыла алады. Екінші мәселе, бұл орайда егер де көп жиналған ортада бір қандай да жағдай болып жатса, келеңсіз жағдайлар, сол жерде болған азаматтарды жаңағы полиция департаменті анықтай алады. Неге десеңіздер, бұл қоғамдық Wi-Fi-ға қойылу үшін міндетті түрде сіз өзіңіздің жеке жаңа иіңізді кіргізуіңіз керек. То есть мы на следующий год реализуем проект общественный Wi-Fi. Полностью набережные у нас от Усолки до Химгородков будут подключены. Для того, чтобы подключиться к общественному Wi-Fi, нужно в обязательном порядке ввести свой ИН. И, соответственно, у нас будут точки. Человек, прогуливаясь по набережной, он с одной точки к другой автоматически подключается. То есть человек не заметит, что он переключился на другую точку. И, соответственно, есть поручение Акима области, Акимом городов, 3 городов совместно с нашим управлением провести работу именно с поставщиками транспортных услуг, чтобы они установили Wi-Fi как в автобусах, так и на трамваях. Новые автобусы, которые пришли, и новые трамваи, которые пришли, у них уже есть встроенный Wi-Fi. Сонда қандай да бір қылмыс оқиғасы болса жағалауда, сонда жүрген 2000 адам, 1000 адам бәрін полиция тексеруге мүдделі болмас? Жоқ, мүдделі емес қой, ол жағын мен жауап бере алмаймын, бірақ та осындай бір қылмыстың ашудың бір жаңағы несі ғой, ол көзі деп айтуға болады. Мысалы, көруге болады, қандай азаматтар ол жерде болды. Яғни бір қандай да қылмыс жасап кеткен, және осы қоғамдық Wi-Fi-ға кірген азамат өзінің ізін қалдырады. Одно уточнение можно по Starlink? Если министерство не договорится о безопасности интернета, что будет с оборудованием, которое осталось? Его заберут обратно на республику? Я на этот вопрос сейчас не могу ответить, потому что это оборудование были предоставлены нам министерству. Вы просто платите аренду? Мы платим только за услуги. Все понятно. Ермин. Вот вы озвучили, что в рамках национального проекта в следующем году будет 81 населенных пунктов включено. Не услышал вопрос вас. В рамках национального проекта в следующем году будет 83 населенных пункта. Есть какие-то с нашей области? Это все у нас же. Это у нас будет. Можно вот ертіс променадта мысалы концерттер жүрген кезде байланысты бұғаттамайдан себебі мысалы өте әлсіз ұстайды. Байланысты интернетте сондай мәселе жоқ па? Сұрағыңызды түсінбедім. Кезінде мысалы именно интернетпен байланыс желі өте әлсіз ұстайды. Мүлдем ұстамайды деуге болады. Дұрыс айтасыз. Осындай мәселе қалай шешеді? Бұл мәселе бар. Бұл мәселеге мен сізге айтайын деген кез келген жаңағы қондырғының станцияда, да?
оның өзінің көлемі болады, емкость. Түсіндіңіз бе? Егер де ол жерге осы нүктеге байланыс нүктесіне қосылатын азаматтардың саны көбейетін болса, ол білесіз, ол тарайды, жан-жаққа бөлінеді. Бөлінгеннен кейін әрқайсысының сапасы төмендейді. Осы орайда жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, ертіс променад концерттер өткен кезде бізде сенбі, жексенбі күндерде халық көп жиналады. Осы орайда біз жаңағы ертістің жағасына қоғамдық Wi-Fi қосамыз. То есть это независимо. Бұл жаңағы байланыс операторларына тәуелсіз болады. Рахмет, әріптестер, дағы сұрақтар, еще вопросы будут, коллеги?